Саламатсыңдар ма балалар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз 68-ші сабақ. Тақырыбы халық поэзиясының алыбы. Сабағымыздың мақсаты Жамбыл Жабаев туралы түсінік беру, естелік сөзінің мағынасын ашу. Балалар, оқулықтағы бірінші тапсырмаға қараймыз. Түсініп оқы, Жамбыл Жабаев туралы әңгімеле. Жамбыл Жабаев қазақ халқының көрнекті ақыны, жыршы, жырау. Жамбыл Жабаев 1846 жылы дүниеге келіп, 1945 жылы дүниеден өтті. Қазіргі Жамбыл облысының Хан тауы мен Жамбыл тауының етегінде туған. Жамбыл Жабаевтың нағыз ақын ретінде байтақ елге танытқан айтыс өнері. Балалар, екінші тапсырмаға қараймыз. Естелікті түсініп оқы. Жәкем. Бір күні кешкілік есік алдына мәшине келіп тоқтады. Мәшинеден қимылы ширақ адам түсті. Ол амандықтан соң Жамбыл атамды тез киіндіріп алып кетті. Біз еш нәрсеге түсінбестен үнсіз қалдық. Ертеңінде ұйқыдан сергек ояндым. 2-3 жігіт бағаналарға түсіп шығып жүр. Ауыл адамдары лезде жиналып қалды. Ал енді құлақтарыңызды тосыңыздар деді. Кішкентай қара қорап радио екен. Арғы жағынан Жәкем жырларын төгуде. Атамды асығыс алып кеткен ақын Әбілда Тәжбаев екен. Алматыда өткен ақындар айтысына қатыстырылыпты. Жәкем жүйрік шығып Мәскеуде өтетін Қазақстанның мәдениеті мен өнерінің онкүндігіне қатысатын болыпты. Кейіннен Жәкемді қарсы алуға Алматыға келдік. Пойыз тоқтағанда өнер адамдарымен бірге атам да түсті. Адамның көптігі сонша мен топтың арасында қалып қойдым. Атам соңғы адамдарға осында менің бір қара қызым болу керек, оны маған жіберіңдерші депті. Көпшілік екіге бөлінгенде атам мені іздеп жан-жағына қарап келеді екен. Ата дедім. Даусымды естіген Жәкем мені көтеріп алды. Маңдайымнан иіскеп еркелеткен соң қасына ертіп жүрді. Ділдахан Жамбылова. Балалар, естелік сөзінің мағынасы. Өмірде шынайы болған атақты тұлғалар мен оқиғалар жайында көзбен көріп, куәгер болған адамдардың баяндап беруі. Балалар, 3-ші тапсырмаға қараймыз. Берілген мәтіннің естелікке жататынын дәлелде. Естелік өмірде шынайы болған атақты тұлғалар мен оқиғалар жайында көзбен көріп куәгер болған адамдардың баяндап беруі. Яғни Жамбыл Жабаевтың өмірбаяны, шынайы өмірде болған оқиғалары туралы айтылған. Естелікті жазған кім? Естелікті жазған Ділдахан Жамбылова. Ол кімді есіне алды? Ол есіне Жәкемді алды. Балалар, 4-ші тапсырмаға қараймыз. Мәтіннен әке сүйіспеншілігі айтылған тұстарды тауып оқы. Осында менің бір қара қызым болу керек. Оны маған жіберіңдерші деді. Көпшілік екіге бөлінгенде мені іздеп жан-жағына қарап келеді екен. Ата дедім. Даусымды естіген Жәкем мені көтеріп алды. Маңдайымнан иіскеп еркелеткен соң қасына ертіп жүрді. Балалар, оқулықтағы 5-ші тапсырмаға қараймыз. Жамбыл ата сендерге де мейірімді сөздерін арнаған. Тыңда. Шәкірт балаларға. Балдырған балғын балалар, жасынан білім ойлаған. Айналам сенде жеткіншек, қарасам көзім тоймаған. Мәуелі сендер бәйшешек, өмірдің жасын тойлаған. Ұялы мен бір бәйтерек, ортаңда көктеп бойлаған. Сендерді қоссам жырыма, саңқылдап үнім сайраған. Қазтаңдап кәрі саусағым, ішекте бойлап ойнаған.
Мектептен сендер келгенше, тағы да бір жыр ойланам. Келген соң айтып бермесем, балалар кінә қоймаған. Жамбыл Жабаев. Балалар, оқулықтағы 6-шы тапсырмаға қараймыз. Суретке сай келетін өлең жолдарын тап. Шәкірт балаларға деген өлеңдегі осы суретке сай келетін өлең жолдарын табамыз. Суретте бәйшешектің және бәйтеректің суретін көріп тұрмыз, балалар. Өлең жолдарынан осыларды тауып оқимыз. Мәуелі сендер бәйшешек, өмірдің жазын тойлаған. Ұялы мен бір бәйтерек, ортаңда көктеп бойлаған. Балалар, оқулықтағы шәкірт балаларға арналған Жамбыл Жабаевтың өлеңін жаттап алайық. Сау болыңдар, балалар.